Баршаңызға қайырлы күн. Біз бүгін сіздермен дәл осылай наннан жасалатын тағам жасайтын боламыз. Яғни нанды ысырап етіп тастамай, дәл осылай тағам жасауға кеңес беремін. Үйіңізде қатқан нандар бар болса, осылай артылған нандардан осы тағамды жасаңыздар. Және қажетті заттарды дәл осылай дайындап алатын боламыз. Пиязымызды ұсақтап турап алатын боламыз. Және де тағамымыз өте тез дайын болуы үшін ет тартқыштан өткізілген етті пайдаланатын боламын. Картоп пен нанның көлемін бірдей көлемде турап алатын боламыз. Арнама жаңадан қосылған жандар болса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетулеріңізді сұраймын. Қазақша контенттің өсуіне өз қолдауларыңызды көрсетіп отырыңыздар. Барлық заттарымызды дайындап алғаннан соң қазанымызды отқа қойып қыздырып алатын боламыз. Бұл тағам сәл майды көптеу қажет етеді. Сондықтан майды сәл көптеу құйып, тартылған етімізді суы тартылғанша қуырып алатын боламыз. Келесі кезекте пиязымызды салып, қызарғанша қуыратын боламыз. Келесі кезекте картопты салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Мен өзім жазда дайындаған томатты салып, қызартып қуырдым. YouTube каналында томаттың видеосы жүктелген, қарап көрулеріңізге болады. Татымына қарай тұзымызды салып, ұнатқан дәмдеуіштеріңізді қосуға болады. Және де картоптың көлемінде етіп, суымызды құйып алатын боламыз. Картопты баяу отта піскеннен соң, нанымызды салып, боқтыратын боламыз. Дайын болған тағамды жақсылап араластырып ұсынсаңыздар болады. Ендеше дайын болған тағамды дәл осылай балаларымызға обал болады деген нәрсені үйретіп, осы тағамды жасауға кеңес беремін. Назарларыңызға рахмет, қош сау болыңыздар.